Сіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еңбектің сыйы. Мақсаты тыңдалым мазмұнын түсінуді үйрену, етістіктің бұйрық-рай түрімен танысу. Ребята, сегодня научимся понимать содержание сказки и познакомимся с повелительным наклонением глагола казахского языка. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: уәде – обещание, ұмыту – забывать, жауапты – ответственный, құрмет – уважение. Қайталайық: уәде, ұмыту, жауапты, құрмет. Жарайсыңдар балалар, жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Ребята, на прошлом уроке каждый из вас придумал оконцовку сказки «Мейірімді қыз». Сегодня прочитаем продолжение этой сказки. Давайте прочитаем вместе. Мейірімді қыз жалмауыз кемпірдің үйін жинайды. Оның мысығы мен күшігіне тамақ береді. Біраздан соң жалмауыз кемпір үйіне келеді. Мұнда кім бар? Дейді ол. Есіктің артында тұрған қыз: әже, маған тиіспеңізші, мен үйіңізді жинайын, тамақ пісірейін деп жалынады. Кемпір: жарайды, мен сіңіліме барып келемін, мысығым мен күшігімді жақсы бақсаң, үйіңе жіберемін дейді. Мейірімді қыз мысық пен күшіктің тамағын уақытында береді, ойнатады, үйді таза ұстайды. Жалмауыз кемпір қызға қатты риза болады. Оны шақырып: мен уәдемде тұрамын, сен үйіңе жіберейін, мына сандықтың біреуін таңдап ал дейді. Мейірімді қыз ең кішкентай сандықты таңдайды. 3 тұлпар қызды алма ағашқа апарады. Алма ағашы иіліп қызға алмасын береді. Қыз оған алғыс білдіреді. Бұдан кейін бұлаққа келеді. Бұлақ оған суын береді. Тағы жүріп пешке кезігеді. Пеш оған ыстық бәлішін береді. Қыз осылайша аман-есен үйіне жетеді. Ребята, еще раз самостоятельно прочитайте сказку вместе с переводом. Затем, после прочтения, напишите те, у кого оконцовка сказки с таким же финалом. Келесі үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Ребята, в этом задании мы будем отвечать на вопросы по сказке, которую мы только что с вами прочитали. Бірінші сұрақ: ертегінің негізгі кейіпкері кім, ол қандай? То есть, кто главный герой в сказке и какой он человек? Екінші сұрақ: ертегі кейіпкерінің достары кімдер? Кто друзья главного героя? Үшінші: ертегінің соңы қалай аяқталды? Как закончилась сказка? Төртінші: ертегі ұнады ма? Неліктен? Понравилась ли сказка и почему? Ребята, вы должны будете выбрать один понравившийся вам вопрос, отвечаете на него письменно и высылаете мне ответ. Таким образом, я пойму, смогли ли вы понять содержание сказки. Келесі: есте сақта. Запомни, то есть грамматическая часть нашего урока. Ребята, обратили ли вы внимание на слова, подчеркнутые и выделенные жирным шрифтом? Это у нас глаголы, точнее глаголы в повелительном наклонении, образовавшиеся с помощью суффиксов айен, еен. В казахском языке, чтобы сказать что-либо в повелительном или в требовательной форме, глаголам добавляем вот эти вот суффиксы. В зависимости от лица. Если первое лицо мен, то суффиксы либо айен, еен, либо иен, иен.
Если сен, то есть ты, то никаких суффиксов нет. Если сіз, то есть вежливая форма, то суффиксы ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Если третье лицо ол, то суффиксы либо сын, либо сын. Обратите внимание на вторую графу, где даны образцы. Давайте возьмем слово тыңдау, то есть слушать. Как мы это скажем в повелительной форме в трех лицах? Мысалы, мен тыңдайын, то есть будет я послушаю. Сен тыңда, то есть ты послушай. Сіз тыңдаңыз, вы послушайте. Ол тыңдасын, он послушает. Ребята, обратите внимание на суффиксы, как они добавлены. Это были суффиксы в единственном числе повелительного наклонения. А вот суффиксы во множественном числе. Мысалы, біз тыңдайық будет мы послушаем. Сендер тыңдаңдар, вы послушайте. Сіздер тыңдаңыздар, вы послушайте. То есть в вежливой форме. Яғни олар тыңдасын, они послушают. И здесь обратите внимание на суффиксы и как они добавлены. Жақсы, келесі. Төртінші тапсырма сәйкестендір. Здесь вам нужно будет соединить глаголы к местоимениям, опираясь на правила. То есть, если мен, то глагол будет барайын. Если сен, то бақ, то есть без каких-либо суффиксов. Еще раз можете просмотреть таблицу с правилами. Келесі үй жұмысы. Балалар, үйде 5-ші тапсырма 42-ші беттегі ережеге сүйеніп, тиісті қосымшаны жалғап, жаз тапсырмасын орындайсыңдар. В этом задании вам нужно будет, опираясь на правила, добавить нужные окончания. Это задание письменно выполняете в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.